ақш санкциясының Ресейге әсері шамалы. Алматы облысында жаппай төбелес соң атыспен аяқталды. Футболдан Қазақстан құрамасының жаңа бас бапкері тағайындалды. Толығырақ. Шартарап. ақш президентінің Ресей мұнай мен өзге де энергия ресурстарын импорттауға тыйым салуы Ресей экономикасына айтарлықтай нұқсан келтірмеуі мүмкін. Кей сарапшылар осындай пікір білдіріп жатыр. Дерекке қарағанда былтыр Құрама Штаттар бұл елден айына 20 миллион баррель қара алтын сатып алған. Бұл ақштың шетелдерден алатын жалпы мұнайының 8% ғана. Рандольф Белл деген ғаламдық энергетикалық орталықтың бас директорының айтуынша, ақш Ресейге мәселе тудыртатындай көлемде мұнай мен газ импорттап жатқан жоқ. Сондықтан бұл қадам экономикалық емес, моральдық тұрғыдағы қысымға көбірек ұқсайды. Бірақ Европа елдері, Ұлыбритания сияқты жаппай әрекет ететін болса ғана, экономикалық салдары ауыр тиюі ықтимал. Қылмыс пен жаза. 7 наурызда Алматы облысы Қарасай ауданындағы Шамалған ауылы маңында жаппай төбелес болды. Оған 30-ға жуық адам қатысқан. Салдарынан оқиғаға қатысушылардың бірі оқ жарақатымен ауруханаға жеткізілді. Полиция мәліметінше, жанжалға 2 ауылдық округтың тұрғындары 25-30 жас аралығындағы ауыл жастары қатысқаны анықталды. Әр түрлі калибрлі қарудың оқ дәрісі, сондай-ақ 2 Lexus және ВАЗ көліктері табылды. Қақтығысқа не себеп болған әлі анықталып жатыр, деді полиция өкілдері. Жаппай төбелес дерегі бойынша Қылмыстық кодекстің 293 бабы бұзақылықпен сот алды, тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ғаламтор парақшасынан. Украина ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс кеңесінің хатшысы Алексей Данилов Украина НАТО-ның көмегінсіз елдің әуе кеңістігін жабалатынын мәлімдеді. Сонымен қатар ол Украинаға әлі де НАТО-ның қару түріндегі көмегі керек екенін айтты. Қару жарақтарыңыз қорабында жатса, бізге беріңіз, деді ол. Бұған дейін ақш Украина әуе кеңістігін жабу жоспары жоқ екенін растаған болатын. Мұндай шара Ресеймен тікелей қақтығысты білдіретіні айтылды. Спорт лайф. Футболдан Қазақстан құрамасының жаңа бас бапкері болып Андрей Карпович тағайындалды. Қазақстан футбол федерациясы оны жуық арада ресми түрде таныстырады. Қазіргі уақытта 41 жастағы маман Қызылжар командасының бас бапкері қызметін атқарады. Бұл маманның бастамасымен Петропавлдық команда конференция лигасының жолдамасына ие болады. Карпович Қазақстан құрамасын ұлттар лигасында Молдоваға қарсы іріктеу ойындарына дайындайды. Аталған кездесулер 24 және 29 наурыз күндері өтеді. Сол ойындардан кейін Андрей Карповичтің құрама бапкері қызметінде қала ма жоқ па белгілі болмақ.